Базилия Түспекқызы, Сырлы қаба, сұлу марқа. Бірінші тарау, 5-ші бөлім. Қарағайлы бұлаққа саяхат. Ойды көлдің қарсы бетіндегі ауыл Қарағайлы бұлақ деп аталады. Бұл жерде 6 жасымда болдым. Ауылымызға көптен сағынған әпекем Мағзима келді. Сондай бауырмал болатын. Бір жұмадай қонақтап болған соң қайтпақшы болды. Салт аттың артына мінгіздіріп мені де ала кетті. Әпкеміздің бір ұл мен бір қызы ғана болған. Қызының жанында мектепке шекті жүрсінші деп жалынып болмаған соң ата-анам рұқсатын берді. Мен де барайыншының астына алдым. Ертеңінде таңғы астан соң екеуміз жолға шықтық. Жол өте ауыр және қорқынышты. Ол кездерде көлдің арғы бетіне соқпақ жолдар мен адамдар өте сирек қатынасатын. Қатынас көбінде қайықпен болған. Жақын жер емес. Менің жалынғаныма жіберіп жүрген анам да жүректі ме деймін. Басында қуанышым қойныма симай, әпекем екеуміз әңгіме айтысып талай жерге барып қалдық. Ауылдан ұзақ шықпаған айналамен танысумен болдым. Құстарды тамашалап, дауыстары неге әртүрлі болатынын түсінгендей болдық. Гүлдерді бітіріп, тау мен тастарды тәмамдадық. Желіс жүріспен жүріп отырғандікі ме, ішім ауыра бастады. Аян жүріске түстік. Жолды қысқартпақшы болып, аттан да биік шытырмалардың араларымен өтті. Мықтап жабыс маған, түсіп қаласын, дейді әпкем. Арқасына кейнеше жабысамын. Десіп, 6 айлығымыздан тер ағып, өлдік дегенде шытырманнан шықтық. Күн түс ауған, жерге түсіп кішкене де дем алып, қайтадан жылжыдық. Тамаққа тойған соң аттың майнап жүрісімен мені ұйқы баса бастады. Басым ана жаққа бір, мына жаққа бір кетіп болғандай бастады. Бір заманда аттан құлап түсе жаздадым. Әпкем енді алдына отырғызды. Тағы талай жерге барып қалдық. Алыстан көл көріне бастады. Алғашқы көргенім болатын. Көзімді ала алмай тамашаладым. Ал енді артқа отыр да маған мықтап жабыс. Ең қиын да жаман жолдардан өтеміз. Сақ отыр деді. Шынымен де, мұндай жолдардан қалай өтеді таң қаларсың. Көлді айлана салынған, салт атты жүретіндей ғана соқпақ жол. Және ылғи үшкірлейген түрлі тастар. Оқыстан аттың аяғы тасқа тисе, төмен құзға кеттім дей бер. Аттың үстіне төмен қарасан, көл жатыр. Соқпақ жолдан аздап шығып кетсен, ат матынмен көлге топ етесің. Көзімді тас жұмып, ердің шетіне жабысып алдым. Әпкеме зиянымды тигізбейін деген оймен көлдің шетіндегі құздан бисмілдамызды үйіріп, Құдайымызға сыйынып, аман есен өт. Әпкем қайта желіске басты. Ішім ауырды деп мен де ойбайлаймын. Кішкене желейік, қас қарайып барады. Ит құс болады, шыда аз қалды деп жұбатып қояды. Өліп, талып, шаршап, мына жол өмір бақи бітпестей болғанда. Бергі Қарағайлы бұлақ ауылына жеттік. Сөйтсем, 2 Қарағайлы бұлақ бар екен. Бергі және арғы деген. Бергісіне жеттіппіз. Арғысына жету үшін тағы 12 шақырым жүру қажет. Әпкен шайын ішіп, түнделетте ары кетті.
Мен әбден қалжырағаннан соң қалдырды бергісінде. Ертеңінде үй иелері жеткізіп салмақ болды. Бір күн емес, бір аптадан артық бергі ауылда қалдым. Бұл үй де маған бөтен емес екен. Жездеміздің інісінің отбасы болып шықты. Бұрынғының салтымен әкеміздің үлкен ұлдары Уәли осы шаңырақта қалыпты. Апа-атасының қолында өсіпті. Өздерінде де 2-3 бала бар. Көңілсіз болған жоқ. Бұрынғы кезде мұнда қазақтар аз тұрыпты. Көпшілігі орыстар. Қайдан қоныстанғандары белгісіз эстондар. Альтер, Самуль, Мюллер деген ата тектері қарағанда австрийстердің ұрпақтары болулары ғажап емес. Адам көп бара бермейтін жерлерге қоныс тепкен. Сондықтан ауыл тұрғындарының көпшілігі орыс тілінде сөйлеседі. Мырзабек ағай мен Уәли гармошкада керемет ойнайды. Кеш түссе, қолдары босай қалса, үй іргесінде орындыққа жайғаса ән шырқасады. Орыстың частушкаларын кезектесе шырқаса, қосыла билей де жөнеліседі. Мен де талай ән мен орыстың билерін үйреніп қалдым. Апта өтті. Қонаққа келген тағы бір апаның арқасына жабысып, салт атпен арғы ауылға жеттім. Әкем, көкем деп қарсы алып жатыр. Қуанышымда шек жоқ, үйіме келгендей болдым. 9 жылдық мектебі бар үлкен ауыл екен. Совхоз бұл жерде малды көп ұстаған. Май заводы, дүкен, аурухана бар екен. Сағынып келген әпкеміздің қызы үйінде болмай шықты. Ауылдағы бала шаға түгел шөпке шығыпты. Жердің қиындығынан болар, малға қыстық азық дайындауға ат бригадасы бар. Балаларға монша күні ғана рұқсат үйлеріне келуге. Сарғая енді балаларды тостым. Асыға күткен күнім де келіп жетті. Балалардың бәрі ат құлағында ойнайды. Құйындата жарысып ауылға кіргенде көшенің шаны көкке көтерілді. Ауылдың іші у-шуға айланды. Гүлжанат ауылға келген кездерінде уақытты өте қызықты өткіземіз. Көлге шомылуға барамыз. Талай жерге қайықпен барып, қайтарда жағаға түсіп келеді. Қорқыныш деген оларда жоқ. Мені де үйретпекші болды, бірақ түк шықпады. Батып кететінде қорқыныш сезім бойымда билеп, тіпті қайыққа отыруға да қорқтым. Әпкем суға жолама, ағып кетесің деп, әбден құлағыма құйып тастаған болар. Есіктерінің алдындағы бұлақта да осыншама көп балықты болатынын білмептім. Маған ұстау қиын. Ал Гүлжанат лезде қолмен-ақ ұстап алады. Ауыл Қарағайлы бұлақ деп тегін аталмапты. Самсыған орман қарағайлар, көшенің екі ортасы түгел Танқурай мен Қарақат. Не деген тамаша бай жер. Көшедегі сыңғырлаған бұлақтардың бәрінде жүзіп жүрген балықтар. Халық керегінше ұстайды тамаққа, артық еш нәрсе бүлдірмейді. Қазіргі кезді ойласан, балық пен уылдырық қып-қызыл ақша. Осылар үшін бірінің етін бірі жеуге бар. Заман қандай өзгерген. Жаздың қалай өте шыққанын да байқамай қалдым. Талай құрбылар таптым. Басында Гүлжанат жоқта төбелескен кездеріміз де болды. Жаздың қалай өтіп шыққанын да байқамай қалдым. Талай құрбылар таптым. Басында Гүлжанат жоқта төбелескен кездеріміз де болды.
Бұл жерде неше түрлі сиқырларға, қарғысқа көп сенеді екен халқы. Бастарына қандай да бір ауыр жағдайлар түсіп ауырса, не мал мүлкілерінен айырылса, осы балгерге барып шешуін табатын көрінеді. Әпкемдер әңгімелесіп отырғанда құлағым шалып қалған. Тисе берген қыздарды мен де қорқытпақ болдым. Бәзила деген атым бар, бір жапырақ етім бар, маған тиіскен кісінің әке-шешесі өліп жетім қал, деп торғайдың орнына өз атымды атап айтып бердім. Байқандар, менің қарғысым сендердің кемпірлеріңдікінен де қиын, маған тиіспеңдер деймін. Артынан қатты достасып кеттік. Кейбіреулері үйлеріне айтқан болулары керек. Ағалары мені кездестіріп қалса, бір жапырақ етім бар, деп күлетін болды. Үйленетіндер қызды да алыстан іздемейді. Екі ауылдың арасындағы тойларда болдым. Үлкен ағаш бочка ауызы кішкене, өздері лагун деп атайды. Ағаштан жасалғандықтан лагунның ішіндегі сыраның дәмі де ерекше және өте күшті болып пысады екен. Сыраны таза бал не қантқа ашытады. Ашытқысы өздерінде өсетін шырмауық. Ал түсін қызғылт қылып, иісін жұпарландыруға түрлі шөптерді пайдаланады. Бірге өмір сүріп келе жатқан халық өздеріне ұнаған салттарын енгізіп, бірге тойлайды. Көшенің екі жағына бөлініп ойнаған ойындары маған қатты ұнады. Тойдан соң бала шаға түгел көшеге шығады. Көше деген аты ғана, тізеден көк майса шөп. Екі команда шөпті мол жинайды. Әбден шаршағандарынша лақтырысып атысады. Бір заманда шаршап, үйілген шөптердің үстіне құлай жығылысады. Жұпар иісі аңқыған шөп, таза ауа, көлдің ескен самал жел, шөптің үстіне жайғасып, ән шырқауға кіріседі. Екі дауыспен шырқалған әннің үні мен сырнайдың түнгі дауысы таза ауада ерекше қалқытайды. Той болған соң би де төбелес те болады. Таң ата, күн сәулесін шашқан шақта үйлеріне тараса бастайды. Шөптің үстінде ұйқыға кеткендер де аз емес. Ол кезде бала болсам да осындай керемет шақтар ұмытылмайды екен. Балалық шақтың бірі елесі осы болар.